Халық пен халықты, адам мен адамды байланыстыратын нәрсе білім. Деп Мұхтар Әуезов айтқандай, тәуелсіздік туын тіккен елімізді өркениетке апарар жолдың бастауы мектеп. Астана қаласының номер 53 мектеп-лицейіне қош келдіңіздер. После хлеба для народа самое важное – это школа. Здесь нас учат добиваться знаний и стремиться к учебе. Добро пожаловать в школу-лицей номер 53 города Астаны. What would we be without the school? As Henry Barber said, the school is a workshop where the thought of younger generation is being formed. It is necessary to hold it firmly in your hands if you don't want to let go of the future. Dear guests, welcome to our school. Астана қаласының номері 53 мектеп-лицейі 2006 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жұмыс істеп келеді. Қазіргі таңда 3053 оқушы білім нарымен сусындауда. Мектеп-лицей директоры Киянова Замзагүл Ертаевна. Мұғалімдік қастерлі мамандық. Олай дейтініміз, оқушының алдағы өміріне шам шырақ жағып, оқу, білім, өнерге баулыған ұстаз әр шәкірттің жүрегінде өшпес із қалдырады. Бүгінгі күні мектептің педагогикалық құрамында 170 мұғалім бар. Жаңартылған білім мазмұны бойынша 98 мұғалім курстардан өтсе, деңгейлі курстан 35 мұғалім білімін тереңдетті. Мұғалім еңбегінің жемісі оқушы білімінің сапасы. Ал білімнің сапалы болуы тек мұғалімге емес, оқушының дарынына, ықыласына тікелей байланысты. Осындай білімді де, білікті ұстаздардың оқушылары да өздері сияқты жетістіктің биік шыңдарынан көрінуде. Мектеп-лицей қалыптасқан жылдан бастап қаншама оқушысын білім ұясынан ұшырып, алтын белгі, ерекше аттестатқа бітірген түлектер қазіргі күні еліміздің түпкір-түпкірінде беделді мамандық иелері. Мектеп-лицей оқушылары қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық жарыстар мен олимпиадалардың, интеллектуалды марафондардың жеңімпаздары. Мектебімізде қамқоршылық кеңес құрамы бекітіліп жұмыс жасауда. Номер 53 мектеп-лицейі келешек ел басқарар, жер суына иелік етер, ел халқын гүлдентер, мерейін өсіріп, мәртебесін биіктетер, жасампаз жандарды шыңдар білім ұясы. Алынбаған асулар мен тамаша жетістіктер әлі алда. Мектебіміздегі жүргізілетін үйірмелердің барлығы да оқушыларды өнер мен шығармашылыққа баулиды. Сіздермен бірге мектеп өмірінің қызықты сәттерін тамашалайық. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 26 жылдығы. Мәңгілік ел патриоттық акциясын жүзеге асыру мақсатында мектебімізде жас қырандар кадет сыныбы ашылды. Оқушыларды Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жоғарғы оқу орындарына бағыттап, болашақ офицер мамандығына дайындайды. Сыныпта 31 оқушы бар. Олар 7-ші Б сынып оқушылары. Жетекшісі Айжақшин Қанат Мұхамедиярұлы. Танец – это восхитительная комбинация спорта и искусства. Танец – это душа, тело. Гордостью нашей школы можно отметить танцевальный коллектив «Алтынай». Ансамбль основался в 2007 году под руководством хореографа высшей категории Малышевой Ольгой Ивановной. Ансамбль в 2016 году официально получил звание народного ансамбля, а в прошлом году они отметили свое десятилетие. Сейчас же Алтынай является одним из лучших танцевальных групп города Астаны. Домбырадан таралған тәрбие баланың ой ұшқырлығын шыңдауға, ата-бабадан кәсіп болған дәстүрді жалғастыруға, білім арқылы өнерге бойлауға мүмкіндік тудыратыны анық. Домбырадан таралған тәрбие білімнің қайнар бұлағы, сарқылмас қазынасы. Мектебіміздегі Атамұра домбыра үйірмесінің алар жетістіктері ұшан теңіз. Олар халықаралық, республикалық, қалалық байқаулардың жеңімпазы. Үйірме жетекшісі Қаракеева Закира Құрманбекқызы. Заман
заман талабына сай жабдықталған Паско зертханалық жабдығы 21 ғасырдың оқу үрдісіне негізделген. Бұл құралдың көмегімен оқушылар ғылым негіздерін игере отырып, ғылыми зерттеу мен эксперимент жасауға мүмкіндік алады. This is the classroom of an intellectum. The goal of an intellectum game is acquaintance with the children's lifestyles, finding their interest and knowing their hobbies, providing them the best way possible their knowledge and creating their own choices in their further lives. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2011 жылғы Қазақстан халқына болашақтың іргесін бірге қалаймыз жолдауында өмір бойы білім алу әрбір қазақстандықтың жеке кредосына айналуы тиіс деген болатын. Осы оқу жылы мектебімізде STEM білім беру кабинеті ашылды. STEM білім беру инженерлік шығармашылық пен математика, жаратылыстану ғылымдары мен технологиялардың кіріктірілуі негізінде жоба және пәнаралық амалдарды байланыстыратын жаңаша ойлау және жаңа технологияларға бағытталған ғылымдардың бірігуі. Маған біздің номер 53 мектеп лицей өте ұнайды. Себебі осы мектеп әдемі, кең және барлық жағдайлар жасалған. Мне нравится моя школа. Здесь тепло, весело и красиво. В классе меня ждут мои любимые друзья. Мы любим нашу школу. Еркін елде өскен ұрпақтың рухы әрдайым биік болуы тиіс. Жастары жалын жүректі, өршіл намысты, биік рухты болса ғана елдің де еңсесі биік болмақ, дейді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Болашақ білім мен ғылымға тәуелді екені айдан анық. Қазақстанның жастарының тәрбиесі мен білімі қандай дәрежеде болса, ертеңінде сондай дәрежеде болады.